Амансыздар ма отандастар? Ринат Заитов халықтың ойында жүрген нәрсені айтты. Нақтысын айтқанда Ринат жұмыс жасамайтын Ардақ Назаров сияқты сайланып алып, жиында ұйықтап отыратын депутаттарды таратуды ұсынды. Бұны естіген аузын ашпас ұйқыбас депутаттар Ринаттан кешірім сұрауын талап етуде. Ал енді Ринаттың не деп айтқанын тыңдағыз. Былай алайын, өзім танитындарды. Оның осылар жұмыс істей алады. Қалған 97-сінің жұмысын 5 адам атқара алады қазір, мен танитын. Аттарын атап айтсам, міне мынау барсын десем. Қалған не үшін отырған білмейтін адамдар бар. Беттерін айтам, мен ана 107-нің 20-сы дейші жарайды. 87-сінен артық депутат болған мен. Өзімді білем ондайын. Тағы сондай сын айтылуы мүмкін, саяси біліміңіз. Айтсын. Саяси біліміңіз жеткілікті ме деген. Саяси білім деген не ол? Саяси білім деген не? Әділетсіздікті көру үшін қаншалықты білім керек? Өтірік сайлаудың болып жатқанын көзіңмен көріп тұру үшін қаншалықты білім керек? Көшеде қазақтың теңсіздік көріп жатқанын, қызы қорланып, ұлы қамалып жатқанын көру үшін қаншалықты саяси сауат керек? Осыған жауап беріңіздерші. Бұған саяси сауат керек жоқ. Бұған махаббат қана керек. Отанға деген, өзіңнің отандастарыңа деген, және ертеңгі келешегіңе деген сенім керек, мақсат керек, алдыға қойылады. Ал мына жерде Ринат ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметкерінің өтірігін тасталқан етті. Бірінші министрліктің мына қыздың айтқызған өтірігін тыңдағыз, кейін Ринаттың жауабын тыңдайсыз. Картоп өнім бойынша 103 мың тоннаға келісім шарт жасалған болатын. 40 қабат өнімі, пияз, сәбіз өнімдеріне де қазір келісім шарттар өндірілермен, ауыл шаруашылық тауарын өндірушілермен жасасу үстінде. Жақсы, рахмет Дана. Ринат мырза, енді есеп беріп жатыр ғой бізге. Қаншалықты көңілден шығар? Қызыл өтір. Иә? Мына сандардың барлығы өздері де біледі, өтірік екенін, жазылған қағазды оқып беріп отыр. Баға мынша қоспаған, нан міне бүгін өсті. Барсында дүкеннен көрсін қанша пайыз екен. Былтырғымен салыстырғанда 7-8% өсті деген, ол да қызыл өтір. Кемінде 20%-ға, кемінде әйтпесе 2 есе өскенде азық түліктер бар. Ауыл шаруашылықтың айтып министрлігінің өкілінің айтып отырғаны субсидиялаймыз, бағаны тұрақтандырып, нақтылап айтып берсінші, ненің бағасын тұрақтандырып ұстап отыр? Нақтылап. Ет қана ма? Сол малшы мал бағып отырған байғұстың еті ғана, соны оның өзінде алып сатарлар қызығын көріп жатыр. Түгел өтірік мына есептің бәрі. Осының кеселінен бізде қоғамда түсініспеушілік туындап жатыр. Болды. Ауыл шаруашылық субсидиялаймыз дейді. Барсын да қарасын субсидияны қалай алып жатыр, кім алып жатыр? Барлығының ар жағында сыбайлас жемқорлық. Ауылдағы дүкендерде бағаны тұрақ. Ауылдағы дүкендердегі баға тұрақтанбайды. Өйткені ауылдағы дүкеннің иесі қаладан барып әкелгенде жол бейнетін көріп келеді. Оның көлігі бұзылады, сынады, ол бәрін есептейді де шығын. Ауылда баға мүлдем айғайлап тұр кәдімгідей дүкендерде. Әр ауылда әртүрлі, тіпті әр дүкенде әртүрлі. Кім тұрақтандырып жатыр? Кім қадағалап жатыр? Ешкім. Барлығы субсидиялар. Тағы бір жерін айтайын. Міне субсидиялар, мал субсидиялар үстеміз. Барамыз ауылдарға. Мына жерде заң жүзінде 500-ден жоғары болу керек па? Онысы да бір нашақат, оны қарапайым малшы көріп жатқан жоқ, ол субсидияның қызығын. Барады, 500-ден аса болу керек. Ірі қарамал. Тұр, баз салынып тұр. Мына жерде 600 сиыр бар деген есеп беріп отыр әкімшіліктер. Барсаңыз 6 сиыр да жоқ. Бүкіл тексеріс бірдеңе келе қалса, ауылда, аймақтардағы бүкіл мал жинап әкеледі, сол жерге тығып қояды, суретке түсіреді, сосын есеп береді. Ол есептің мына кісілердің аузынан естиміз сосын. Қып-қызыл өтірік деп тұрғаным осы. Нақты ұсыныс айтайын. Дәл қазіргі уақытта бізге ең бірінші дағдарыстан шығу бір тобын құру керек, комиссиясын. Ол біздің міне Қазақстанның экономистері болу керек. Осы жағдайды білетін, мейлі ол мемлекеттік қызметте болсын, болмасын, аудандардан өкілдер келсін, барлығы проблеманы ашығынан айтып, енді ең бірінші ұсыныс, жаңа дұрыс айтады, Еркін ағамызда бәрі дұрыс айтып отыр. Халыққа балық бергенше қармақ берейік. Ал қармаққа мүмкіндік беріп жатқан ауыл шаруашылық министрлігі бар ма? Ең болмаса тері мен жүн өңдей алмай отыр біздің ауылдағы ағайын. Далаға тастап жатыр. Ал оны мысалы Қытайға өткізуге мүмкіндік берсе, бір сиырдың терісі 20 мың теңгеге барады. Ол да табыс па? Шығаруға да рұқсат жоқ. Шығаруға да рұқсат жоқ, мүмкіндік жоқ. Жүнде де солай. Сүт өнімдері, басқасы. Неге көмектеспейді? Ауылда оны сақтайтын жерде жоқ. Көкөніс дейді. Көкөністің субсидиясын кім алып жатыр екен? Оңтүстіктен күнде келеді хаттар. Біз ала алмай жатырмыз. Тек қана бір белгілі өзі топтар бар. Бір-бірімен жұмыс істейтін әкімшілікпен тікелей. Солар ғана қызығын көреді бұның игіліктің бәрін.
Оны да өтірік айтпау керек. Сондықтан қазір бізге халыққа, ауылдағы халыққа әсіресе шұғыл көмектесу керек. Егер ауылдың жағдайы көтерілсе, қаланың жағдайы еріксізден көтеріледі. Өйткені біздің тал бесігіміз ауыл. Қазір ауылға тер өңдейтін, жүн өңдейтін кішкентай мини заводтар, біз қазір шағын орта бизнесті дамыту керек деп жатырмыз. Осының аясында берсін, ауылдың адамдарына берсін. Шабындыққа, жайылымға, мысалы Ақсуат ауданында нақтылы осы алдағы 3-4 жылдың ішінде бәленбай миллиард мемлекетке табыс әкелетін жоба дайын тұр. Барып бір су бөгетін салып берсек болды. Ол су бөгеті басталған, ақшасы желім кеткен. Соны бітіріп берсе, ана жердегі жігіттер бәрін есептеп отыр. Міне осынша жылда біз сіздерге осынша табыс әкелеміз деп. Малды, шөпті, барлығын есептеп отырған ауылдағы ағайын. Сондықтан біз бірінші кезекте ауылдағы шағын орта бизнесті дамытуға жағдай жасауымыз керек. Ауылымызды жөндесек, мемлекетіміз өзгереді. Ал мына мәселеде Ринаттың айтқанымен 100% келісемін. Біздің ұрпағымыздың өзінің денсаулығын аман сақтауға құқы бар. Ал біздің оған зиян тигізетін нәрсеге жол беруге құқымыз жоқ. Сондықтан біз қазір ұрпақтың денсаулығына қандай да бір зиян тигізетін нәрсенің барынша алдын алуға міндеттіміз. Мына жерде ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі бар ма? Ішкі істер министрлігінің бар ғой, сіздерге вейппен, мысалы, кез келген нәрсемен күресу үшін, наркотикпен, алкогольмен, вейппен күресу үшін тыйым салынғаны жеңіл ма, жоқ, рұқсат етілгені жеңіл ма? Тыйым салынған күннің өзінде де күресіп жатырмыз, ал егер ол рұқсат беретін болса, онда вообще не болып кетеді. Көрдіңіз бе? Сіздердің демек ар жақтың айтып отырған уәжі негізсіз деген сөз. Енді мен өзімнің жағы Бақыт Ниязбекқызы денсаулық сақтау саласының маманымын деді. Әміржан Қашқарбайұлына да қойын бұл сұрақты. Мен басында айттым. Мен бұл жерде мемлекетке қанша ақша түседі деп келіп отырған жоқпын. Сіздердікі де қызық екен. Темекінің салығынан түскенге спорт кешенін салайық деген. Онда кісі өлтірген адамдарға мешіт салғызайық, сонымен бітеді ғой шаруамыз. Ал енді Ринаттың мына журналистің провокациялық сұрағына не деп жауап бергенін тыңдаңызшы. Қазақты сүйесіз ба? Абай айтады ғой. Қазақты жақсы көрмесем, қасында жүріп ортасына барамын. Мен қазақты сүймесем, Қазақстанда тұрамын. Қазақты сүймесем, осы қазақ қауымының арасында қазақтың ішінде жүремін. Сүйгендіктен жүресің, жақсы көргендіктен. Осынша махаббатыңмен. Олардың бір ауыз қарғысы сенің көңіліңе қатты тиеді. Алғысы саған қанат береді. Тура сенің құдды бір туған туысқаныңмен мен осы әйел бала шағаның қараматымыз сияқты болып халық. Егер сен яң жақсы көргеннен кейін сол ғой, андысында ренжісесің. Бірақ солар бақытты болса екен, соларға болса екен деп жанталасасың. Сол сияқты халыққа деген махаббат осындай. Және бір жақсы жері мен өзім ойлаймын, ол баянды махаббат мен үшін. Халықтың арасында жүргенде де, Ринат деп анау барған жерінде, сен айтсайшы, сен біздің баласың ғой деген кезде мен өзім рахаттанып қалдым. Мәртебе беріп отыр ғой халық. Сен біздің баласың ғой. Саған сеніп отырмыз ғой. Үлкен жауапкершілік, үлкен махаббат. Ал енді ана кейде ұрысып сөгетіні бар ғой енді, мысалы. Пікір бар. Жарайды. Болады, ұрсат. Жөн ұрсатыны бар, жөнсіз ұрсатыны бар. Ол жалғыз менің басымда болған нәрсе емес қой. Бәрі өткен одан. Бәрінің басынан өткен жағдай. Ұлт деген адамдардың, ел деген адамдардың жақсы сөз естігені бар ма? Бәрі жексұрын болды. Бәрі халық жауы болды. Абайды да айтпағанда айтты, оның жанында біз кімбіз Құдай ау?